Салем баршаңызға. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Алманың зиянды жағын және ағзаға пайдасы жайлы ақпарат беріледі. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер достар. Алманың зиянды жағын білдіңіздер ме? Тым қарапайым сұрақ. Сіздердің бір ауыздан алманың пайдалы екендігін айтатындықтарыңызға сенімдіміз. Алайда диетолог мамандар алманың зиянды тұстарының бар екендігін естен шығармауға кеңес береді. Алманың құрамында С1, 2, 1 дәрумендер мен марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш бай микроэлемент. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жасұнықтың өте көп бөлігі бар. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады. Диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады. Алдыңыздағы тізімді көріп, ешқандай нашар қырын байқамағаныңызды айтарсыз. Асықпаңыз, диетологтар алманың құрамындағы жасұнықтың көп болуы колит, тоқшектің талаурап, қабынып ауруының пайда болуына келіп соқтыруы және асқазан ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқылы тістің эмалына қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демделген шайды көп ішпегеніңіз абзал, мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратындығы дәлелденген. Алманың құрамында С1, 2, 1 дәрумендері бар. Дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып түсі күңгірттенеді. Бір дәрумені организмде дұрыс зат алмасу үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза бірге зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. Екі дәрумені басқа да дәрумендер сияқты организмнің бір қалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ұшқышығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. Дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. Дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды. Сілемейлі қабықшалар қабынады, қызылиек қанталайды. Дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. Дәрумені жіңішке қан тамырларының беріктігін арттырып, қызметін қалыпқа келтіреді. Дәрумені бұлшық еттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды. Ойлау қабілетті жақсы дамытады. Ал ең бастысы, алма темірге бай. Темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Алманың жер шарында 36 түрі бар. Қазақстанда алманың апорт, сиверс, недзвецкий, қырғыз алмасы түрлері өседі. Алманың отаны Орталы Азия сұрпына қарай, алма ағашының өмір сүру ұзақтығы да әртүрлі. Олар 20 жылдан 100 жылға дейін өсе беруі мүмкін. Алма мезгіл таңдамайтын жемістердің бірі. Қай кезде де алманың сан түрі самсап тұрады. Бұл жеміс дәмді әрі денсаулыққа өте пайдалы. Оның құрамында С1, 2, 1 дәрумендер мен калий, марганец, кальций, темір секілді минералды заттарды кездіруге болады. Әсіресе суық тиіп ауырған кезде кез келгеніміз алма жейміз. Ол тәбетті ашады әрі қарныңызды тойдырады. Бірақ көпшілігіміз алманы қабығымен жеуге әдеттенбегенбіз. Бірақ жемістің құрамындағы пайдалы заттардың бәрі алманың қабығында екенін ескермейміз. Негізінде алманың қабығының өзі бірнеше дертке дауа болады екен. Назар салыңыз. Жөтел жазылмаса. Суықтап ауырған кезде дәрі қабылдап ем жасаймыз. Кей кезде дәрі біткенімен жөтел жазылмай жатады. Осы кезде алма қабығының көмегіне жүгініңіз.
Ол үшін бір ас қасық ұсақтап туралған алма қабығына бір стақан қайнаған су құйып бетін жауып қойыңыз. Шамамен 40 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стақаннан күніне 2 рет ішесіз. Емді 3 күн үзбей жүргізсеңіз, жөтелден бір жолата құтыласыз. Буын сырқырап ауырса, 3 ас қасық ұсақтап туралған алма қабығын 500 мл қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Тұнба жылыған кезде сүзіп алып, 3-ке бөліп ішесіз. Бұл шай буын аурулар мен тұз байлануды емдейді. Тамақ ауырған кезде 100 г. Алманың қабығын 1 литр қайнаған суға салып, 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң оттан алып бетін жауып қоясыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, 200-300 мл ішесіз. Қаназдықтан құтылу үшін көк алманы қабығымен ұсақтап турап, кеңдеу ыдысқа саласыз. Оған асқабақты да текшелеп турап қосыңыз. Ыдысқа 15 стақан су құйып, отқа қойыңыз. Алма мен асқабақ жұмсарып қоюланғанша баяу отта қайнатасыз. Сосын оттан алып бетін жауып қойыңыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, тағы да 15 минут қайнату керек. Дайын болған емдік қоспаны үлкендерге де, кішкентайларға да қолдануға болады. 2-1 дана алманың қабығын эмаль немесе шыны ыдысқа салыңыз. Оған салқын су құйып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң отын бәсеңдетіп, қақпағын қиғаштап жабыңыз. Шамамен 5 минуттай қайнаған соң ыдысты оттан алып, бетін жауып қоясыз. Бөлме температурасында жылыған кезде қайнатпаны сүзіп басқа ыдысқа құйыңыз. Ем үшін бірдей көлемде алма шайы мен лимон немесе апельсин шырынын араластырасыз. Оған татымына қарай бал қосып ішіңіз. Бұл сусын ағзаны қаназдықтан құтқаратын дәруменіне бай. Ұйқысыздық мазаласа, 2-3 алманың қабығын ашыңыз. Ыдысқа 1 стақан су құйып, отқа қойыңыз. Бір қайнап шыққан соң алманың қабығын салып, отын бәсеңдетесіз. 5 минуттай қайнаған кезде татымына қарай бал немесе қант қосыңыз. Дайын болған сусынды ұйқыға жатар алдында ішсеңіз, терең ұйқыға кетесіз. Таңертең ұйқыңыз қанып, сергек оянасыз. Бұл сусын ұйқыны реттеп қана қоймайды, сонымен бірге жүйкені де тынықтырады. Шектің жұмысын жақсартады, алманы қабығынан аршып, 50 градусқа қойып кептіріп алыңыз. Сосын құрғақ қабықты блендермен ұсақтау керек. Оны 2 ас қасық кебекпен араластырыңыз. Қоспаға 150 мл ыстық су құйып, жақсылап араластырыңыз. Ыдыстың бетін мықтап жауып, 15 күндей тұндырып қоясыз. Белгіленген күннен соң дайын болған тұнбаны ішке қабылдасаңыз болады. Бұл әдіс ішекті шлактан тазартып, жұмысын жақсартады әрі артық салмақтан арылуға көмектеседі. Буын сырқырап ауырса, 3 ас қасық ұсақтап туралған алма қабығын 500 мл қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Тұнба жылыған кезде сүзіп алып, 3-ке бөліп ішесіз. Бұл шай буын аурулар мен тұз байлануды емдейді. Құрметті оқырмандар, сіздерге бірнеше кеңес ұсындым. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.